Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте ерекше булочка жасайтын боламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаның үстіне қант және шым-шым ғана тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, араластырып алдық. Енді біз оның үстіне дрожь, жылы су, жылы сүт және де жұмсақ сары майды саламыз да. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің сары майымыз толықтай еріді. Енді біз оның үстіне аз-аздан ұн қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамыр илеу маңызды. Мінекей достар, мен осындай қамыр илеп алдым. Енді біз бұны көтерілуге 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қою керек. Қамырымыз ашып алды. Енді біз оны майда бөліктерге бөліп аламыз. Енді біз бұның бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Достар, менде қамыр 10 минут тұрды. Енді біз бұны осылай сопақшалап жаямыз. Және де жартысына дейін сары маймен майлап аламыз. Мен сары майымды ерітіп алдым. Және де үстіне мейіз, және де грек жаңғағын себеміз да, және де бұның ішіне тағы да қант себуге болады. Енді оны осылай ораймыз. Мына шетін кесіп аламыз. Бантиктаймыз. Мына шетін бекітеміз. Бекітеміз. Және де бәрінен осылай жасап шығамыз. Бұлардың бетіне жұмыртқа жағып аламыз. Және де бұның бетіне кунжут, мак себуге болады. Енді біз бұны 250 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз пісті. Дәмі деген маған қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Достар, менің Instagram парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Ссылкасын описанияға жазып қоямын. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.